шежіре дегенне, оны не үшін білуіміз керек? Маңызы қандай? Ол туралы бізге Жылысов Қасым Мұхамеджанұлы атамыз айтып береді. Ата, сәлеметсіз ба? Бізбен кездесуге келіскеніңіз үшін көптен көп рахмет. Ал енді жалпы шежіре деген ол не, бізге айтып берсеңіз? Шежіре деген енді қазақ халқының ерте ғасырлар бойы келе жатқан түбірін жайған оның туыстық байланыстарын ұғындыратын мәлімет. Оны шежіре деп атайды. Бұл мәліметте шежірені баяғы заманнан бері ғасырлар бойы соны жазып берген адамдар да көп, оны тарихқа да түсірген адамдар көп. Мына батырлар, нелер, әулиелер, нелердің бәрін білетініміз біз сол шежіре арқылы білеміз. Бұл шежірені негізінде аңыздар, болжамдар, эпостар және әдеби және тарихи мәліметтерден алады. Сондықтан шежірені былай қазақ халқына өте маңызы көп. Мынау бүкіл Қазақстанда қандай баяғы замандарда, өткен замандарда қандай батырлар болды, мысалы, билер болды, хандар болды. Бүкіл қазақтың басқаратын адамдардың аттары, жөндері, қайдан шыққаны, кімнің баласы болғаны, қай рудан шыққаны, соның бәрі сол шежіреде жазылады, белгіленеді. Сондықтан сол осы деректерді алып шежіре жазғанда сол бүкіл әр адамның қай жерден шыққанын, әкесі кім екен, шешесі кім екен, оның аталары кім екен, соның бәрін сол шежіреге түсіріп отырған. Бұрын сондай кісілер болған, үлкен кісілер. Олар шежірені солай әдейі жазып отырған. Қазір мынау енді совет кезінен бастап ол шежірелер бәрі тоқталып қалды деуге болады. Бірақ бір сарам болады, мынау оңтүстікте, Торғай жақта шалдар болды біздің кезімізде. Ол кісілерде шежіре болды. Біреудің бір руын несін сұраса, жастар барып соны сұрап алып, соны жазып алып өздеріне, сол шежіремен жүретін болған. Өйткені ата баланы білетін болған, қайдан туған, қайдан шыққанын білетін болған. Сондай жағдай шежіре сол үшін шежіре деп аталады. Бүкіл ата бала жазып. Осы біздің қазақ халқымыз дана халық қой. Олар жеті атасын білмеген жетесіз. Ал жеті атасын білген ер, жеті жұрттың қамын жер деген. Осы орайда жеті ата туралы бізге кішкене ақпарат айтсаңыз, ол не? Қандай ұғым? Жеті ата ұғымы бұл да ертеден ғасырлар бойы келе жатқан нәрсе. Жеті ата білмеген адам ол кездердің өзінде сауатсыздар көп болды, бірақ оны совсем сауатсыз деп есептеген. Жеті атасын білмеген, ол шыққан жерін білмеген мысалы. Жеті ата деген мынау өзінің атасынан бастап арғы ата болған аталарды атап өту керек екен. Үлкен шалдар мысалы жеті атаңды білесің бе деп сұрақ қоятын көрінеді. Сонда жеті атаны білмеген адамға ренжіп қалатын көп шалдар. Жеті атаңды білмейді екенсің. Ол жеті атаны білу себебі мынау шыққан жеріңді, өзің аталарының қандай болғанын, кім болғанын, кімнен кім туғанын, кімнен кім тарағанын, соның бәрін ажыратып береді жеті ата. Ал жеті атаға кімдер келеді? Жеті атаға бізде мысалы біз өзіміз Қыпшақпыз ғой. Қыпшақтың ішінде Қыдырбаймыз дейміз. Қыдырбайдың ішінде Ақжігіттіміз дейміз. Мысалы өз басым. Соның ішінде Ақжігіттің ішінде біздің жеті атамыз бар. Жеті атамыз Шәргене, Меңді, Жүніс, Жүсіп, Рысмағамбет, Бермағамбет, Мұхамеджан. Осы жеті атамыз біздің. Оның алдындағы да аталар бар. Аталар, жетеу осы есеп келеді, жетеу болды. Жеті атаның маңызы өте күшті. Оны бізде мысалы Қыдырбай қарсақ қыз алыспайды дейді. Неге алыспайды? Өйткені Қыдырбай мен қарсақ бір атаның баласы. Сондықтан мысалы жастар қазір білмейді, үйленіп жатыр жастар. Жастар үйленгенде оның ұрын сұрап атқан жоқ бір-бірінен. Әкең кім деп те сұрамайды мысалы. Қайда істейді дейді, бітті. Ал ол маңызды нәрсе, өйткені оның маңызы бізде Қыдырбай қарсақ қыз алыспайды десе, ол қанға байланысты.
мынау 7 ата өткеннен кейін мысалы үйленуге болады дейді. 7 атаға дейін үйленуге болмайды. Өйткені туыстық қан геналар кетіп қалады. Сондықтан туған бала, шаға бәрі де әлсіз, сосын ауру болуы мүмкін, кеміс болуы мүмкін. Сол жағына келгенде біздің қазақ сол ғасырларда білген соны. Қандарын жаңартып отырған. Біреуден баласы қыз алам десе, руы кім екен деп сұраған. Руы кім, ата бабалары кім екен? Сонан барып ажыратып, соны 7 атадан кейін болса, рұқсат берген. 7 ата өткеннен кейін рұқсат беріп үйлендірген. Ал енді 7 атадан бұрын болса, мысалы, 6 ата, 5 ата болса үйлендірмеген. Өйткені мынау жыныстық қатынаста бала туса, сол бала толық адам болып шыға алмайды. Дені сау болмайды толық. Өйткені кемістік көп болады. Сондықтан сол маңызы ол шежірені білу, сосын мынау қанды сол генін айбастау жағдайынан, мына батырлар, нелер қайдан шыққан? Гені таза болғасын шыққан бізде қазақта. Сондықтан маңызы соны күшті ол шежірені. Енді оны не үшін білу керек айттық қой жаңағы. Қайдан шыққанын, арғы-аталарын, руыңды бәрін білу керек мысалы. Сол неге қатар байланысты, мысалы 7 атаға байланысты, бұл ұрпақтың да өте маңызды өсуі маңызды. Ұрпақтың дамуы, өсуі, және таза қаннан өсуі, және деніндері сау болып өсуіне, соның бәріне маңызды болады. Жақсы, ал енді осы біздің келешек ұрпаққа, біздің болашақ жастарға қандай өсиет айтар едіңіз? Болашақ ұрпаққа енді ол міне бәрін айтып кеттік қой. Сондықтан болашақ ұрпақ сақ болу керек. Әлде де болса 7 аталарын білуге тырысу керек жастар. Соны біліп, ұруын, қай ұрудан, оның ішінде қандай ұру, оның ішінде қандай ұру, ата бабаларын 7 атасын білу керек. Өйткені ол білу жаңа айтып кеттік қой. Қазіргі жастарға өздері біліп жүрмесе оған ешкім айтпайды қазір. Қазір тырысу керек соны білуге. Білім жағына тырысу керек. Өйткені қазіргі заманда мынау білмейді, іштеме қылмайды, ала салады. Жаңа айттым, мынау геналары кейбіреулер туыс болып шығады, оны байқамайды, оны ала береді. Кейбіреулер мысалы өз ағайындарын өзі алады, оны сол ұрудан ба, ол ұруды оны сұрамайды іштемесін. Әке-шешесін сұрамайды мысалы ұруларын. Сондықтан бұл өте жастарға керек нәрсе, маңызды нәрсе. Жастардың өсуіне, өнуіне, денсаулықтары мықты болуына нағыз себеп беретін нәрсе. Осындай бізде наурызда, 16 наурызда шежіре күні тойланатыны маңызды деп байлаймын. Ал сізге Қасымата келе жатқан наурыз мейрамы құтты болсын. Жаңа жылы дастарханға құт береке, дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, отбасыңызға амандық, ырыс пен береке келсін. Амин. Амин. Айтқандарыңыз келсін. Рахмет сізге.